Күздің қараңғы бір кеш еді. Аружан достарымен бірге жиналды. Олар қорқынышты ойындарды өте қатты жақсы көретін. Сондықтан сол түні Poppy Playtime ойынын ойнауға шешім қабылдады. «Бүгін бәріміз бірге ойнаймыз», деді өзінің құрбысы Лаура. «Қорықсаңдар, жарықты өшірейік, атмосфера болсын», деп бір қыз айтты. Бөлмеде тек ноутбуктың жарығы ғана жанып тұрды. Терезенің сыртында жел гуілдеп тұр. Алғашқы минуттар қызықты өтті. Ойын өте қатты қызып кетті. Ойын ішінде зауыт бос, коридорлар ұзын, қуыршақтар сөрелерде. Бірақ бәріне таныс кейіпкер Хаги-Ваги дәлізде тұрды. Ол әдеттегідей үлкен көк денесімен, жылтыр көздерімен қарап тұрды. «Мынаны қараңдаршы», деді Әсел. «Қорқынышты емес қой», деп дауыстап айтты. Бұндай қорқынышты ойыншықты өмірде де, тіпті TikTok желісінен де көргеннен кейін бұл балаларға мүлдем қорқынышты болған жоқ. Бірақ бір сәтте экран дірілдеп бұзылып кетті. Ноутбук өздігінен дыбысты өзгертті. Құлақ қаптан бір түрлі ауыр дем естілді. Сөйтсе ойын ішіндегі Хаги-Ваги қызыл көзбен тура оларға қарап тұрды. Тәппір сол ойыннан емес, өмірдегідей қарап тұрған сияқты. Өте қорқынышты бір аура сезілді. Экраннан кейін бір дауыс шықты. «Ты играешь со мной, теперь я играю с тобой», деп орыс тілінде айтты. Балалар бір-біріне қарап, бұл мод шығар деп ойлады. Бірақ ноутбукты өшірмекші болғанда кнопка жұмыс істемеді. Ойын жалғаса берді. Дәліз бұрынғыдан да ұзарып кеткен, ешқашан бітпейтін сияқты. Арттан бір ауыр адамның жаңғырығы шықты. «Бұл ойында ондай дыбыс жоқ қой», деді менің құрбым Лаура. Аружан бір сәтке экраннан басын көтерді де бөлмеге қарады. Қабырғадағы айнадан қозғалыс көрінді. Ұзын көк қол әйнекке тиді. «Ол мұнда», деп сыбырлап айтты. Терезеден сыртта көк силуэт жылжып бара жатты. Экранда да, бөлмеде де бір уақытта Хаги-Ваги бар сияқты болды. Кенет жарық сөнді. Бөлме қара түнекке батты. Ноутбуктен тек көздері қызыл жанған бейне көрініп тұрды. Хаги-Ваги баяу алға жүрді. Экрандағы камера бөлменің ішін көрсетіп тұрғанда еді. Достарының жүздері бірінен соң бірі экранда пайда болып, Хаги-Ваги оларды белгілеп жатқандай сезілді. «Қашайық», деді Әсел. Олар есікке жүгірді, бірақ дәліз жоқ еді. Орнына ұзын ойын зауыттың коридоры пайда болды. «Біз ойынның ішінде қалдық па?» деді Аружан дірілдеп. Аяқ астынан сөрелерден қуыршақтар құлап күле бастады. Олардың күлкісі шыңғырған бала даусындай болды. Хаги-Ваги арттан келе жатты. Оның қадамдары ауыр, еден дірілдеп. «Достар, жан жаққа қашайық», деді. Данияр алға ұмтылды. Бірақ кенеттен ұзын көк қол оны ұстап, қараңғылыққа тартып әкетті. Оның айғайы естіліп, артынша үнсіздік болды. «Ол бірімізді алып кетті», деп айғайлады Лаура. Олар бұрылыста жасыл шам жанған есік көрді. Жүгіріп барып есікті ашты. Ішінде қызыл қуыршақ Поппи тұр. Ол сыбырлап бір нәрсе деп айтқандай болды. Бірақ біз қатты қорыққаннан ештеңе естімедік. Қуыршақтың көзі жыпылықтап, артында қайтадан Хаги-Ваги пайда болды. Оның аузы ашылып, өткір тіскері жақындады. Тәппір түстегідей өмірде болмай жатқан сияқты. Ішімнен бұл түсім болса екен деп қатты тіледім. Аружан айғайлап терезеге қарай жүгірді. Бірақ терезенің сыртында да ешқандай қала жоқ. Сол ойындағыдай болды.
Хаги-Ваги жақындап келді де оның ұзын қолымен Аружанды ұстап алды. Бірақ экран осы сәтте өшіп кетті. Көзімді ашсам, үйімде жатырмын. Бірақ оянған кезде әлгі достарымның жанымда жоқ екенін сездім. Тек ноутбук қана қосылып тұр. Экранда жазу шығып тұр. Ойыншылар ойынға қосылды. Келесі кім қосылады?